Қайырлы күн, әріптестер. Мына көріп жатсыздар, өздеріңіз азанғы уақытта еш қиындықсыз барлығымыз платформаға кіріп, сабағымызды өтіп жатырмыз да. Ал түстен кейінгі сабақтарға кірейін десек, яғни ошибкалар шығып жатыр, иә. Қазір бір ошибканы көрсетемін демонстрация экранмен. Сосын сіздерге бір тағы да бір ескертетін нәрсе болып тұр. Осы бейне конференцияға байланысты қазір демонстрациямен көрсетейін. Осы нәрсені барлықтарыңыз сабақ барысында жасап шықсаңыздар. Қазір менің экраным келді сіздерге. Мынау өзімнің сабақ беретін кабинетім, личный кабинет. Оның ішінде өзімнің топтарым бар, иә. Сабақ беріп жатқан. Мысалға, мына ETB 11-19 алгоритмдеу пәніне кіремін. Осының ішінде бізде бейне конференция деген бар, иә. Яғни сіздің мысалға бүгін сабағыңыз бар, сағат 15:30 бен 16:05 аралығында. Мысалы менің қазір бүгін 3-ші барым бар, соны реттеп қойсақ. Мысалға әркім өзінің пәніне кіріп, сол күнгі болатын уақытын реттеп қойса, яғни бейне конференция мына уақытта ашылады, мына уақытта жабылады. Яғни біздегі менде қазір бағдарламалаушылармен ақылдаса келе осындай нәрсеге келіп жатырмыз да. Кейбір оқытушылар бар, кейбір студенттер бар. Осы бейне конференцияны ашады, ашқаннан кейін оны жаңағыдай закончить конференция дегенді баспай шығып кетуі мүмкін. Яғни ол біздің бейне конференция бесконечно тұра береді. Яғни өзіміз закончить конференция дегенді баспайтын болсақ, ол тұра береді. Енді соның арқасында максимальный уже лимиттер кетіп қалып жатыр да біздің арамызда. Қанша топ бар, қанша студент бар, қанша оқытушы бар, әрқайсысы жеке-жеке пәндеріне кіріп, осы бейне конференцияны қосулы қалдырып кетіп жатыр. Енді осыны тоқтату мақсатында мына видеоны жасап жатырмын. Бейне конференцияның жанында режим редактированияны басасыздар. Мына режим редактированияны. Одан кейін бейне конференция дегеннің жанында редактировать деген кнопка бар. Осыны басып, редактировать настройки дегенді басасыздар. Міне мына жерде аты шығады бейне конференция. Одан кейін участники, қараңыздар, мына жерде де бір ескеретін жағдай. Все записанные на курс пользователи в качестве наблюдатель. Яғни сізден басқасының барлығы наблюдатель болады, көреді сіздің сабағыңызды. Ал сіз өзіңіз качество руководитель, яғни сабақты өзіңіз жүргізесіз. Осы тұратын болу керек барлығыңызда. Одан кейін участники жабамыз. Мына жерде тұр. Расписание сеансов дейді. Подключение открывается, подключение закрывается дейді. Осы жерде біз ашып уақытымен қойып қойсақ. Мысалға, менде қазір 3:30-да басталады сабағым. Подключение открывается 20 сентябрь, то есть октябрь. 20 октябрь сағат, мысалға 3:30-да басталса, мен 15:20-ға қойып қоямын. Яғни 10 минут бұрын басталады. 10 минут бұрын ғана ол студенттерде көрінеді. Яғни бейне конференцияға қосылу деген кнопка осы 10 минут қалған кезде ашылады студенттерде. Одан кейін выключить бассақ, подключение закрывается дейді. Яғни біз 35 минут таза шектеу уақытын қойып қоюымыз керек. Сол уақытта өзі автомат түрде бұл сеанс тоқтатылады. 20 октябрь сағат 15:16, 5 минут тағы кеш аяқтай берсек болады. Енді өзіміз түгелдейміз, анау бар, мынау бар, тағы 5 минут қоса салайық, проблема жоқ. Яғни подключение закрывается, октябрьдің сағат 4-тен 10 кеткенде сеанс жабылады. Осылай әр болатын сабағыңызға, әр пәніңізге осылай настройка жасап қойыңыз уақытын. Яғни 5 минут бұрын бастаңыз, 5 минут кейін аяқтаңыз. Сөйтіп сохранить етіп қойсаңыз болды. Осының көмегі арқылы біздің бейне конференциямыз өз уақытында ашылады. Міне, мына жерде көрсетіліп тұр. Міне, это собрание еще не началось. Яғни подключение открывается 15:20-да. Студенттерге де дәл осылай көрініп тұрады. Подключение закрывается во вторник, 20 октябрь, 4-тен 10 кеткенде. This Moodle server is making use of Big Blue Button testing server that comes pre-configured by default. It should be replaced for production. Яғни
Мына жерде біз Big Blue Button деген үлкен плагинді қолданамыз. Яғни өзіміздің Moodle платформамызда бұл бейне конференцияны жүргізе алмағандықтан үлкен жақсы сервері бар, мына Big Blue Buttonның сайтын қолданамыз біз. Осы сайтқа жібереді да біз бейне конференцияны бастаған кезде, начать курс деген кезде қарасаңыздар, басқа сайтқа жібереді. Осы сайтты біз өзіміздің платформамызға дополнительно қосып қойғанбыз біз. Енді осыны барлығымыз істейтін болсақ, осы проблемамыз шешіледі біздің. Осыны барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап, сабақтарыңызды өтіңіздер. Осымен видео аяқталды. Егер түсінбеген тағы сұрақтарыңыз болатын болса, осы біздің YouTube каналға, осы колледжіміздің YouTube каналына жазылыңыз, комментарий жазып кетіңіз. Мен мынаяқтан ответ беремін ол сұрақтарыңызға. Жақсы, сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.